Армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен бірге заңгерлік кеңес бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Ақгүл Айдарбекқызы. Бүгін бізде қонақта заңгер Фаризат ханым. Фаризат ханым, амансыз ба, қалыңыз қалай? Жақсы, шүкір. Құрметті көрермендер, бүгін біз Фаризат ханыммен балалар зорлығы туралы кеңінен талқылайтын боламыз. Оған себеп мемлекет басшысының былтыр ғана жаңадан заңы шыққан болатын, яғни балалар зорлығына қатысты. Балаларға жасалатын қандай да бір әлімжеттік зорлық әрекеттері болатын болса, онда ол мүлдем талқыланбайды. Ондай адамдар, яғни педофилдер өмір бақи бас бостандығынан айырылады деп біздің мемлекет басшымыз Қасым-Жомарт Тоқаев осындай жаңадан заң жарлығын шығарған болатын. Мінекей бүгінгі таңда осы заң жарлығының арқасында статистика бойынша балалар зорлығы азайып келе жатқан секілді. Фаризат ханым, бұл туралы сіз не ойлайсыз? Жалпы қоғамдағы әлімжеттік, балаларға жасалатын зорлық, олардың психологиясына, өмір сүру салтына қаншалықты әсер етіп жатыр? Иә, мына қазіргі кезде қоғамымызда осы балалар зорлығы туралы өте өзекті мәселе. Осы балаларымыз соңғы кездері өте көп зорланып жатыр. Қылмыскерлер көбеюде. Осыған әзір тоқтау бола алмай жатыр. Қазіргі кезде заңымыз әлсіз. Иә, сіз енді заңгер ретінде заңға әлі де көңіліңіз толмайтынын айтып жатырсыз, иә? Біздің заңымыз әлсіз дейсіз, бірақ осы күнге дейін бұндай балалар зорлығына қатысты ең ауқымды деген жазаның өзі 25 жылдан аспайтын. Қазір өмір бақи бас бостандығынан айырылып жатыр. Бұл бәрібірде бізде өсудің, эволюцияның заңымызда өзгерістердің бар екенінің дәлелі деп ойлаймын. Ал енді осы балалар зорлығына ұшырайтын көптеген ата-аналар, ұшырайтын балаларға ата-аналар қандай қолдау беру керек ұшыраған балаларға? Сіздің ойыңызша? Осындай зорлық-зомбылыққа ұшыраған балаларға ата-аналар, досыңыз қаттырақ шығарасыз ба? Ата-аналар зор көмек көрсету керек баласына, сөз жәрдемін жасау керек, оны қолдап, қолпаштау керек. Баламен үнемі сөйлесіп, оған жақсы поддержкалар беру керек балаға. Бірақ енді кейбір ата-аналар бар ғой, зорлыққа ұшыраған балаларын одан сайын мұқатып, сөзбен тұқыртып, тиісіп, ақырында ана баланың суицидке жетуіне дейінгі әрекеттер жасайтын ата-аналар да баршылық, иә? Ондай ата-аналар көп кездеседі. Олар дұрыс емес деп ойлаймын. Баланы төмен тұқыртып, оған жаман сөздер айтып, өзі қиналып тұрған баланың жанын одан жаралау, бұл өте зиян нәрсе балаға. Балаға ондай жағдайда өте зор көмек көрсету керек. Айналасындағы адамдар, ата-анасы болсын, туыстары болсын, тек қана балаға жылы сөз айтып, осы қиын жағдайдан баланың басына түсіп тұрған. Сол кезде оны алып шығу керек деп ойлаймыз. Жақсы сөзбен. Енді осы сұхбат басталмас бұрын мен шетелдік тәжірибелерді де оқыған болатынмын. Ол жақта балалар зорлығын жасайтын адамдарға тіпті өлім жазасына дейін кеседі екен. Ал біздің елде енді осындай заң қабылданып жатыр ғой. Осы балалардың Жапонияда мынандай бар екен,
егер балаларға арнайы киімін кигізіп қояды екен, оларда бір сары ғана киім, балалар мектеп оқушылары барлығы 18 жасқа толғанға дейін сары киім киіп жүреді. Егер сары киіп жүретін қандай да бір балаға көзін түсіретін болса бір адам, ол зорлық жасамақ түгілі біртүрлі әрекеттер жасап, оны аңдитын болатын болса, егер ол бала бірден полицияға қоңырау шалып құтқару қызметіне хабарласатын болса, ол адамды бірден алып кетіп өмір бақи түрмеге жапқызады екен. Яғни зорлық жасалмай тұрып осындай әрекеттер жасалғандықтан оларда Жапонияда балалар зорлығының пайызы өте төмен дәрежеде екен. Яғни бүкіл мемлекеттердің ішіндегі ең аз пайыз осы Жапонияда да кездеседі екен. Сіздіңше біздің мемлекетке де осындай бір әрекеттер жасау керек пе? Қалай ойлайсыз? Айран жасау керек деп ойлаймын. Жапонияның зорлық-зомбылықтың алдын алған осындай әрекеттері өте қолдарлы. Осындай нені қолдауды біздің балаларға да көрсету керек. Жаңағыдай сары киім кигізіп қойып, бір кішкентай жаман немен балаға деген қорқыныштарда сол кезде бала қолма-қол айтып жан-жағындағы адамдарға жалғытса етіп, сондай біздің балаларды да үйрету керек. Сондай жағдайға бір қолайсыздық жағдайды сезінсе сразу хабарлау деген, өзінің жан-жағындағы адамдарға, әке-шешесіне, мұғалімдерге, бәріне айту керек сразу. Сөйтіп балаларды біздің осыбастан алдын алуға зорлық-зомбылықтың үйрету керек деп ойлаймын. Бұл өте дұрыс нәрсе. Жапониядан үйрену керек осындай. Бірақ та қазір Жапонияның балаларының есіріп кеткені соншалық, қазір мысалы ата-анасының тарапынан жай ғана, енді ата-ана тарапынан да зорлықтар кездесіп жатады ғой. Өгей әкесі не болмаса әкенің өзі зорлап жатады баланы. Өзінің туған әкесі зорлап жатады. Осындай болмау үшін балаларға қазір өте үлкен полномочия беріп қойған Жапонияда. Және егер ата-анасының біреуі сәл бір дауыс көтеріп, сәл бір түрлі әрекет жасайтын болса, Жапонияның балалары ата-анасында солай полицияға беріп жібереді екен. Көбіне ол 7 мен 12 жас аралығындағы балаларда жиі кездеседі екен. Егер біз осындай бір жүйені ұстансақ, онда балалардың эгоист болып кетуіне әсер етеміз деп ойламайсыз ба? Оны да ескеру керек сияқты. Ата-анасын сәл дауыс көтерсе, полицияға беріп жіберсе, онда енді қиындау сияқты, менің ойымша. Кішкене ол дұрыс емес деп ойлаймын. Баланы тым қатты өзімшілдікке, эгоисттікке тәрбиелеу, ата-ананың құқығын төмен түсіріп. Енді қараңызшы, осы бала зорлығы деп бағанан бері айтып жатырмыз. Ол бала зорлығы, сіз заңгер ретінде білетін шығарсыз, баланың психологиясына қатты әсер етеді, иә? Оның психологиясында қандай өзгерістер болуы мүмкін? Көңіл күйі түсіп, не болмаса сөйлеспей қалуы мүмкін бе? Жоқ әлде өте көп сөйлеп кетуі мүмкін бе? Қандай өзгерістер болады? Біз оны қайдан байқаймыз? Баланың психологиясында көп өзгеріс болады деп ойлаймын. Кейбір бала әртүрлі болады ғой енді. Кейбір бала тұйықталып қалады, ешкіммен сөйлеспей, ішіндегі мәселені ешкіммен айтып бөліспей. Кейбір бала тұйықталып қалады енді. Кейбір бала жылауық болады, жылап. Кейбір бала енді агрессивный болады, айғайлап, ұрсысып барлық адамдармен сондай болады енді. Бұл деген өте қиын жағдай болады ғой енді баланың басында. Өте нашар сезінеді өзін. Балаға өте қиын жағдай.
сол кезде ата анасы баланың басында болып жатқан өзгерістерді сезіп, онымен жақын сөйлесуге талпыну керек. Балам, не болып жатыр? Неге сен солай болып жатырсың? Неге несің осындай болып жатыр? Неге бүйтіп текталып кеттің? Әне білесің ма, мен сенің жаныңдамын, қандай жағдайда болсын балам. Мен саған көмектесуге даярмын, сен тек қана маған айт мәселеңді деп баламен жылы сөйлесіп, әр мәселесін, баланың проблемасын айтқызып, соған көмектесуге ата-ана өзі талпыну керек. Жақсы, рахмет Фаризат ханым. Енді мама, мен қазір бір заң сұрайыншы. Ол қандай бапта айтылған деген кезде 36-шы бапта айтылған деп айтты. Ал енді Фаризат ханым осы күнге дейін осы бала зорлығына қатысты 20-25 жыл максимум сондай беріп жүрді ғой. Ол Қазақстан Республикасының отбасылық кодексінің нешінші бабында айтылған? Қазақстан кодексінің 36-шы бабында айтылған статья. Жақсы, Фаризат ханым, сізге көп рахмет. Осы бала зорлығы туралы тағы да алып қосарыңыз бар ма? Педофилдерге байланысты біз адамның педофил екенін кейде білмей қалып жатамыз. Айналамызда маньяктар жүруі мүмкін. Оның маньяк екенін де білмей қалып жатамыз. Оларды қалай ажыратамыз жалпы? Оны білмейміз ғой, ол балаларға келіп тұрған адам деген өте мейірімді болады, сондай. Маска киіп алады ғой демек, е? Маска киіп алады, білмейді бала оның сондай мейірімді. Саған осылай жақсылық жасаймын, саған тәттілер беремін деп неше түрлі жылы сөздермен баланы алдап арбайды. Сондықтан баланы алдын алып ескертіп қою керек, балаға үйрету керек. Осылай сен танымайтын адам көшеде кездесіп қалып, саған сенен бір көмек сұраса, сөйте қойшы балам деп, немесе саған бір нәрсе берейін балам, сен мынаны ала қой, сен мына жерге жүр, екеуміз барып келейік деген сияқты. Немесе әке шешең ана жерде тұр, сені шақырып жатыр, жүр бірге барайық деген сөздерге алданбай, бала әке шешесі алдын ала балаға ескертіп үйрету керек. Осындай адамдар кездессе, ешқашан танымайтын адамға жолама, оның айтқанын істеме. Сен одан да үйге қарата қаш, мен әке шешеме айтамын деп айғайлап тұрып айт. Сол кезде басқа өтіп жатқан адамдардың назарын өзіңе аудар. Сол кезде ол өзі қорқып сенен өзі қашатын болады деп алдын ала ескертіп, әрқашан баланы үйретіп отыру керек. Осы 2023 жылы Шымкентте Еркежан деген жас қыз емес, 5 жастағы кішкентай бала ғой, соны көршісі өзбек екен, естіген боларсыз, иә? Соны алып кетіп үйіне, үйде бір ойыншықтар бар, тәттілер бар деп алдап кетіп, оны зорлап, кейіннен дәретханаға тастай салған, иә? Дәретханадан табылды. Осы оқиғадан кейін біздің елімізде бунт көтеріліп, содан ата-анасы сол ауылдан көшіп кетіп, сондай жағдайлар болған болатын. Жалпы осындай жағдайлар көп жағдайда еліміздің қай өңірінде болады? Еліміздің бұндай жағдайлар көбінше сол оңтүстік өңірде. Статистика бойынша, иә? Иә, Түркістан облысында әсіресе көп болады. Шымкентте көп болады осындай жағдай. Халқының көптігінен, балалардың көптігінен, қараусыз қалатыннан балалардың әке шешесі. Иә, туу деңгейі өте жоғары, 5-тен көп балалар дүниеге келеді. Сондықтан ата-ана қарамай қалады. Қарамай қалады, жұмыста болады, бала өз бетімен жүреді. Содан кейін баланың жеке оңаша жүргенін көріп, қылмыскер соны бақылап біліп, сосын өзінің
жаман ойын іске асырады. Сол себепті балалар бақылаусыз қалғандықтан. Сондықтан ол оңтүстік өңірінде жиі кездеседі. Балалардың туу көрсеткіші өте жоғары болғандықтан, балалар бақылаусыз қалғандықтан сол себепті болады. Сондықтан баланы көзден таса қылмай, әрқашан өзінің баланың қасында болуын, жеке шығып кетпеуін, баланың әрқашан ата-ана қадағалап отыру керек. Немесе осындай жаман жағдайлар орын ала береді. Жақсы, Фаризат ханым, сізге алғысымыз шексіз. Құрметті көрермендер, сонымен бүгінгі біздің сүбелі сұхбатымыз тәмам. Көріскенше күн жақсы болсын.